Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің оқытушылары ұлы Абай тұлғасын Әуезовтың көзімен таниды. Сіздердің назарларыңызға Абай жолы роман-эпопеясынан «Жолда» атты тарауынан үзінді ұсынамыз. Осы сөз болған күннің кешінде Абай Қарқаралы қаласын жапа-жалғыз аралап кетті. Кейде бір іші пысып, жүдеу тартса, немесе бір нәрсеге ырза боп көңілі өрбісе, осылайша жалғыз кетіп қалушы еді. Күн кешкіргенмен әлі батқан жоқ. Қала ішінде желсіз шыңылтыр аяз білінеді. Абай өз пәтерлерінен 2-3 көше ұзап кетіп еді, бір уақытта пұшпақ айналып, даурыға сөйлеп келе жатқан жаяу топты көрді. Көп адам болса да ішінен Абайға таныс кісі білінбеді. Күлісіп, дабырласып, сөйлеп келе жатқан ылғи жұпына киімді жатақтар. Жаяу жүрістерінен де қаладағы қарекет адамдары екені танылып тұр. Бүгін Абай көңілі дүниенің бар көрінісінен бітім, жарастық іздеген бір мейірімділік халінде. Жас кәрісі аралас тегіс құрдастай күлісіп келе жатқан топ Абайға қызықты, жарастықты көрінді. Себепсіз жымия күліп, осы топты Абай көше ортасында аңырап тосып қалды. Бірақ топ ішінен мұны байқап елеген бір жан жоқ. Аяқтары шыны қарды шақыр-шұқыр басып жақындап қалды. Абай енді байқады. Бар топтың ентелеп қамағаны үлкен, ақ сақалды келісті қарт екен. Өзі де күліп, топты да күлдіріп келе жатқан сол. Бір тосын ғажап нәрсе, шалды екі жағынан қолтықтасып келеді. Шал өзі басын түк ұстап, ілгері басып келе жатқаны болмаса ешқандай бет бұрмайды. Сөйлегенде де ешкімге қарамай, тура бет алдына қарай сөйлеп келеді. Абай мынандай өзгеше шалды бірталай аңырап, қайран қап тұрып зорға аңғарды. Қарт соқыр екен. Топтың мұны байқамағаны тіпті жақсы болды. Қасынан өте бергенде Абай да қосылып ере жүрді. Осы көше бойында жалғыз Абай емес, қақпа алдында отырған, қарсы келе жатқан кісінің бәрі де шал тобына қызығып, ілесіп келеді. Кейінірек келе жатқан бір бурыл сақалдыдан Абай, бұл кісі кім аға деп еді, анау таңданып. Білмеуші ме ең шөжекеңді? О не дегенің? Бұл шөже ақын емес пе? Деді. Шөженің атына Абай қанық, бірақ көргені осы. Атын ести сала ол бурыл сақалдыдан сытыла жөнеліп топтың алдыңғы қатарына ілесіп, шөжені жақсылап қарап өзін тыңдай бастады. Шөжеке, бізге жүр, біздің үйге келдік, міне айтып тұрған мұна мен Бекбергенмін, деді бір қырма сақал жаяу. Жо, бізге барады. Уа, қойыңдар, мен өзім алыстан ертіп келемін. Ой, не дейсіңдер, шөжекеңнің түскен үйі біздікі, аты біздікінде тұр, деп тағы біреу үн берді. Осындай керіс үстінен топ тегіс иіріліп тоқырап қалды. Әрлі-берлі өткен жүргіншілер тағы кеп қосылып жатыр. Жаңағы даурықтардың бәрін естіп тоқыраған шөженің өзі. Ол қатты ашық дауыспен қарқылдап сүйсіне күліп, уа жарандар, мен бір ақыл айтайын ба, деді. Жұрт тегіс қадірлі қарттың аузынан шыққан лебізін күтіп. Айт шөжеке. Уа, төресін өзің айт. Уа, қайда қонасың, өзің таңда, десіп анталай бастады. Шөженің даусы бұл дабырдың бәрін басқандай зор екен. Уау, осы жегізбегің асың, жаймағың төсегің ғой. Дән ырзамын ағайын. Бірақ ырзамын деп қана қоймаймын, осы жаңағы маған деп даурыққанның бәріне де барам. Бәріңнің де асыңды ішем. Шөженің көмейіне тастығылып қала қоймас енді бұл 5-10 күнде. Сол сарайым ашық, сау болса, жаңағы үн бергеніңді тегіс мұрныңнан тізіп тұрып, бір күн түстік, бір күн қонағасы жеймін. Ал қазір болса, күн ызғырық тартты, кешкірді білем. Менің кәрі сіңірімді соза бермей, осы ең жақын қақпаның біріне бұрамысың, әкелер, деді. Бастан бергі сөзінің барлығын күле тыңдап тұрған жұрт еріксіз тоқырады. Ең жақын үй осы қақпаның алдында тұрған жиын үй еді. Қора иесі қалбалақтап ішке қарай жүгіріп кетті. Жиын тарқай алмай шөжені қимай тұр. Қонағасы жайынан тоқтам тапқан ел енді шөженің бірер ауыз сөзін естімей кете алатын емес. Шөженің қасында тұрған бір қартаң кісі ақынға қозғау салғысы келді білем.
Уа шөжіке, дуанға жаңа келдің ғой, мұндағы дақпыртты естіп жатырмысың деп еді шөже. Айт, не дейді? Не деп жатыр дуаның деді. Жаңағы қартаң кісі қала жаңалығынан хабардар екен. Құнанбай салған мешіт бітті. Алшынбай, Құнанбай соны той етпек, және аға сұлтан Құнанбай ағайынымен бітісетін бопты. Ұлық пен Алшынбайлар табыстыратын бопты деді. Абай мына сөзге аса қайран болды. Өз әкесінің атын дәл мына жерде естимін деген жоқ еді. Мешіт бір сәрі, тіпті оның араз құразы да ен жұртқа мәлім екен-ау деп таңданды. Араздасам деп ұлықтығынан айырылып қалмасын дейді ғой. Құнанбайдың қамқоры Алшынбай бопты ғой. Әрине, бәрін жалғастырып, септестіріп жүрген сол Алшынбайлар. Тобықтыға абырой әперіп, ұлық қып үске шығарып қойған да сол өздері. Енді міне тобықтының жемпаздары қасаптың да семізін, лапкенің де қызарғанын құртып барады. Осы маңдағы қос атаулының да қысыр тай мен ту биелерін түгел жемей кететін емес деседі. Шөже осы жайларды күле тыңдап тұрып, бір кезде оп-оңай өлеңдете қоя берді. Ашық даусы саңқылдап: болыпты бір ақсақ таз және соқыр, құранды мысық сопы молдаң оқыр. Болғанда ақсақ дария соқыр қарға, ортасын дарияның қарға шоқыр, деді. Жұрт тегіс ду етіп күліп жіберді. Шапшаңдығына, айтқыштығына қайран боп таңдай қаққандары да бір. Ақсақ тазы Алшынбай, соқыры Құнанбай, неғыл дейсің, ал қайтпас кәрің жалғыз ауыз өлеңмен жайратты да салды, деп жұрт жапырлап сөйлеп жатыр. Абай бұл сөздерден қатты ұялып қысылды да шеттей берді. Осы кезде үй иесі шығып, шөжені ерте беріп еді, жиын тарамастан бұрын Абай жалғыз бөлініп өз үйлеріне қарай асыға жөнелді. Төмен қарап келе жатқан Абайдың құлағынан жаңағы бір ауыз өлең әлі айыққан жоқ. Бар сөзі есінде. Ішінен қайта-қайта айтады, жаттап апты. Мынау жалғыз ауыз өлең бағана күні бойы күмбездей боп үлкен көрініп отырған екі рудың екі шоқысын бір-ақ соғып жермен жексен етті. Тай биіп кеткен сияқты көрінді. Алшеке дегендері ақсақ таз аталды. Алшынбай сылти басады, ақсақ екені рас. Ал аға сұлтан мырза атанған өз әкесі қарға. Қандай қарға? Қарқаралыны ең байлық, ел дариясының жалғыз еркесі. Жақсы жайлысын жапа жалғыз қызықтап, шоқып жеп отырған қарға. Әлемде сөзден күшті не бар екен? Сөз өңменіңнен өтеді ғой, деген Қаратайдың тағы бір тапқыр сөзі есіне түсті. Осындай өз ойымен өзі боп, ішінен аса қатты теңселткен бір күшті сезген Абай көшені де, көшедегі жүргіншіні де аңғармай, көрмей келе жатыр. Бір пұшпаққа жақындап қалған екен. Дәл бұрыштан бұрылып, бұған қарсы шыққан үш аттыға көзі түсті. Аңырып тұра қалды да тез таныды. Келе жатқан бөжей, Байсал, Байдалы екен. Ортадағы түлкі тамақты, күрең төбел атты бөжей. Ақсұр жүзі жабыңқы, қоңырқай мұртыменен сақалына кешкі аяз қылау салыпты. Абай тоқтаған қалпында бойын тез жиып, аттылардың алдына жұмысы бар кісідей көлденеңдеп кеп тосып тұрды. Аттылар мұның қозғалысын оқыс көрді ме, немесе таныды ма? Аттарын баяу бастыра басып еді, жақындап тұстас келді. Сол уақытта Абай үлкен ықылас білдіріп, айрықша бір тағзыммен төсін басып, қатты дауыстап, «Ассалаумағалейкум» деп сәлем берді. Медреседе жүргенде, көшеде хазіретті көрсең, осылайша тағзым ету керек деп халфелер үйретуші еді. Абай көптен бері ешкімге бүйтіп сәлем беріп көрген жоқ. Қарқаралыға келгелі бөжейдің көрінгені осы. Шешесінің жүрердегі сөзі есіне түсті ме, болмаса қазіргі көңіл күйіне сай келді ме?
қалайша бүйтіп әдеп шығарғанын абайдың өзі де байқамай қалғанды. Өзге қазақтан бөлек мына сияқты бір алуан сыпайылыққа бөжей оң назарын салды. Атының басын тежей беріп, «Уалейкум ассалам, балам» деп тоқырай қалды. Байсал абайды жаңа таныған еді. Жақтырмай мұрнын тыржитып, «Өй, мынау екен ғой, жә, жүрші» деп атын қозғай беріп еді. Бөжей, «Тоқташы» деді. «Ей, сол антұрғанның баласының сәлемін алушымем» деп Байсал абайға қабағын түйе қарады. Абайдың екі беті ду етті. Оқыс жалын беті емес, ішінде шарпып өткендей. Кінәлап, ренжіген жазықсыз баланың отты көздері жарқ етіп, Байсалға қадала қарады. Бөжей абай күйін жақсы таныған сияқты еді. Байыптап қарап алып, «Балам, жөніңді айтшы, бізді көрсең сәлем бер деп әкең айтып па еді? Жоқ, өздігіңмен істедің бе?» деді. Бөжіке, «Әкем емес, өзім беріп тұрған сәлемім сізге». Абай болса, күндізгі өзін көңілдендірген күйін ұмытпаған болатын. Қарқаралының кейбір көше қазағы естіген татулық жайын Бөжей Байсалдар әлі естіген жоқты. Жаңа кешке жақын ғана Алшынбай бұл үшеуіне кісі жіберіп, өз пәтеріне асқа шақырған екен. Не сөз барын білмесе де, соған аттана бара жатқан беті осы еді. Абай жауабын естіген соң, Бөжей ықыласпен қарай түсіп жақындады да, «Әкең айтпай өзің білген болсаң, батамды берейін. Көзіңнен жақсы жанар көрдім ғой, шырағым» деді. Байсал бұл сөзді де жақтырмай сырт қарай беріп еді. Бөжей оның қозғалысын танып, «Ей Байсал, сен бата бермегенмен мынау болайын деп тұрған бала ғой» деді де Абайға бұрылып, «Ендігінің жүгі сенде қалар балам, жолың болсын. Жалғыз ақ өзгені берсе де, әкеңнің қаттылығын бермесін» деп бетін сипады. Абай да Бөжейге қадала қарап тұрған қалпында бата қылып бетін сипап еді. Аттылар жүріп кетті. Байдалы бағанадан үндемеген еді, енді ғана Бөжейге қарап, «Екі көзі сексеуілдің шоғындай жайнап тұр екен өзінің» деді. Абай тұрып барып қана қозғалды. «Шын ба? Шын айтты ма? Жоқ әлде Байсалдың қаттылық, аямастық мінезін балаға ауыр тимесін деп жаны ашығанын айтты ма? Бөжей не мәнмен мұндай жақсы бата берді? Ойда жоқтан, оп-оңайдан осындай таудай үлкен сый бола ма? Мырзалық па? Жоқ әлде Абайды аз білсе де тез танығаны ма? Үлкендер көреген, танығыш, сыншы ғой. Шынымен ақ танып айтқаны ма? Олай болса Абай жаман кісі емес, жақсы кісі болмақ қой. Бұл жайды ойлаған сайын балалық өзімшілігі қатты ырза болды. Абайдың іші алағызып, біртүрлі қуана серпіліп, тез құлаш сермегісі келгендей, әлде қандай өріс іздегендей, енді асыға жүріп келеді. Өзге күндерден дәл бүгінгі күннің оқиғалары әлде қайда бөлек. Күндізгі әкелер, шөже, жанағы бөжейлер. Бір қарқаралы алақандай аясының ішінде болғанмен, осы адамдардың арасы соншалықты керағып. Тіпті дүниенің төрт бұрышындай алшақ жатыр. Бір жерде күш, бір жерде өнер, бір жерде мінез. Аралары әне бітімсіз болып, әр салада жатқан несі? Бәрі бір орынға жиылып, ынтымақпен бір арадан табылса нетер еді? Бұл ой Абайға ең алғаш келген ой еді, және тіпті өз ойы сияқты көрінді. Анығында ақыл, қайрат, ақыл мен бақыт, байлық дегендердің өзара дауы, таласы деген парсы түркі тіліндегі кітаптардан былтырлары бір оқыған нақыл әңгімесі бар еді. Абай соны өмірден тапқанына дәл риза. Өз ақылмен тапты да, осының бәрі бір жерде, бір кеудеде, бір адамның ішінде болмаққа лазым деп өзгеше бір секілді байлау жасады. Осы оймен қатар өзін Қарқаралыға келгелі қатты өсіп, ұлғайып қалған кісі сияқты көрді. Талай жанды көріп, талай сөздерді ұқты.
тіпті шөже ақынды да өз құлағымен естті. Талай рух, талай жерлерді де білді. Тыстан аса көңілді әсер алған Абай ымырт әбден жабылғанда Майбасардың пәтеріне кіріп келді. Екі беті кешкі аяздан қып-қызыл, үлкен көзінің ақ қарасы ап-айқын боп жалт-жалт етіп, ширақ бір оттылықпен қарады. Үйде Майбасар Жақып бастаған туыс-туысқандар көп екен. Бағана тайдың етін жей алмай кеткен жиын енді шындап ниет қып қайта тегіс жиылған тәрізді. Үлкен сары самауырды жаңа ортаға алысыпты. Шайды сорап тартысып жатыр. Майбасар Абайдың түсіне сүйсіне қарап: «Абайжан, тоңған жоқпысың, қайда жүрдің? Кел, шешін, шай ішіп ал жылыңша» деп қағыла беріп өз қасынан орын босатты. Абай асықпай шешініп болып шайға кеп отырды. Жақып шайды сілтей түсіп: Бол, шайды тез-тез ішіп, әзір отырыңдар жігіттер» деп барлық жиынды асықтырып отыр екен. Рас, Қаратай, ызғұттыдан хабар келісімен жөнелу керек деді Майбасарды. Ас әзір, үй әзір, жасық намазынан соң келеді деді ғой қонақтарды. Ол намазды жаңа мешіт ішінде ұзақ оқитын да шығар. Енді Хасен молда жаңа имам болғаны осы, бұл намазды тез бітіре қоймас. Бәсе, Ясин мен Тәбәрәктің бәрін оқымай не бопты? Өзін мақамдап оқымай тоқырамас десіп күле түсіп Төлепберді, Бурахан, Жұмағұл сияқты жас жігіттер шайдан оп-оңай шыға қойғысы келмей отыр. Ой, не айтасыңдар, тәйір, тез болыңдар, өздерің жаңа мешіттегі намазға бармаймысың әуелі? Майбасар, бармаушы ма ең намазға? Деп Жақып қайта дегбірсінденді. Майбасар дәл намаз үшін онша асыға қоятын тәрізденбеді. Мойын бұра беріп күліп Абайға қарап: Жаңадағы қалың жиынның ішінен мешіт ішінде орын тиеді деймісің, тәйір? Төріне кетсең, қонақ шыққанша үйге жете алмай қаласың. Онда ызғұтты қонақтан бұрын келмейсің деп бауыздалып өлсін деді. Шығар ауызға, жақын жерден ақ сапқа кірсең болмай ма? Бармаса ұят қой. Тіпті мырза білсе ұрсып жүрер деп Жақып күдік айтып еді. Мырзаңа бардық, оқыдық деп өтірік айта саламыз деп жұртты ду күлдіріп Майбасар: жарықтық мешіт жақсы болғанмен босағасында қайда отырам? Намаз оқимын деп өңшең киіз төбе бошан Қарашордың сапсамасын күзете бе? Соның жалпақ табаны басқан жерге бас қоям ба деп намаз шайын бір жолата қылжаққа сала бастады. Майбасардың үлкен басымен бала шақы жақта отырғанына қызығып күле бастады. Дәл мешіт ашылғалы тұрған жерде және қатталы елінің бар шонжарлары сонда жиылып, алғашқы намаз оқып, Құнанбайға алғыс айтатын сағатта Майбасардың бұлайша қылжақ еткені жақтырған жоқ еді. Ішінен дағдылы, бейпіл ауыз мінезсіздігі деп ойлады да, өзге көпке бүгінгі кештің ерекше кеш екенін ескертпек болды. Бұл мешіт, біле білсеңдер, біздің мырзаға да, онан соң осы отырған бәріне де зор абырой әперетін мешіт қой, жарықтық, деді. Майбасар бұл тұста қайтадан нығысып, дәрдия түсіп: соны айтсаңшы, дұшпан атаулының аузына құм құймай ма бұл мешіт? Бәлем, бөжей де осыны сезген болар, татулықты іздеген тәрізді ғой, деді. Татулықты кім іздегені бұларға мәлімсіз еді. Бірақ Құнанбай айналасы бөжей ығыпты, бөжей әлі жетпесін біліп, татулық сұрапты дегенді осылайша бастамай отырмады. Ондайды алдымен айтатын әрине осы Майбасар бар.
байғұс Айшекенде досақ қой, біздің мырзаның анық тілеу адал жақынына сол тақырып қой, деп жақын Алшынбайдың күндізгі мінезін еске алып еді. Қызғанады. Абыройыңды төре қаратының бар жел аузына қызғанады. Тіпті ұлық та қызғанады. Алдымен әлгі майыр қызғанады деді. Дұрыс қой, мешіт салып, абыройы асып, елді алып бара жатқан соң, өзінен иығы асып, ырық бермей кетеді, деді ғой майыр. Майыр піскен бас, қызғанудан бұрын әуелі бөжей, байсалды, параны да соқты ғой. Сол ғой оның өктеп отырғаны, құлқынын танымаймысың, деп Майбасар өзінің күндізгі байлаған шешуін айта кеп, ал енді бөжеймен татуласу да осы бүгін кешке болады. Осы намаз, осы астың үстіне олар да келеді, оны есіттің бе, деді. Дәл бұл арасын Жақыпта, өзге бұнда отырған жігіттер де естіген жоқ еді. Абайды білмейді. Бәрі де аз аңтарылып қалып, іштерінен бөжейдің бүгінге татуласа келетін пішінін көргісі келді. Майбасар осы жайдың бәріне түкмелдене түсіп, бір жақсылықтың басында әйтеуір бір Әлшекен. Берген мал да адал ғой Алшынбай ауылына, деді де қасында отырған Абайға үйренкіре төне түсіп, ұқтың ба, бөлем, осы жолы бармай құтылшы қайныңа, деп Абайды дағы қолға ала бастады. Әншейінде бұндай топ ішінде Майбасардың осы қалжыңдап, терлеп тепшіп қасынатын болса, бүгінгі кеште олай емес. Үйдің іші Абайға қарап, ақырын күлесе бастады. Майбасар Жақыпқа қарап, көз қасып отыр еді. Майеке, тағы бастадың ба? Бармаймын тіпті, деп үлкендерге бұрылды да күліп қойды. Ой, жаман болмаса деймін осы шіркін. Өлі тірісін берген соң, өлі күйеу жатар ма? Деп өзінің қалайсың? Иегі ителігінің тамағындай боп, үлпілдеп келін отыранда. Келмей кетсінші бәлем деп, ол сені сынап отыр. Осы жолы өзің сүйекке намыс болатын жайды ойласан керек, мүлдем, деп Майбасар Абайды шындап айналдыра бастады. Абай әлі де қысылмай күле қарап, Майбасарды мысқыл еткендей мырс етті де, арт жағында тұрған домбыраны алып, даңғырлатып тарта бастады. Жауап қатқан жоқ. Майбасар жауап ала алмай, өз отырып қайтадан қадалды. Ал айтсаңшы, қасыңа жолдас қып, мынау отырған барлық атпал жігіттерді ертем, тек емеуіріңді білдір, деді. Майеке, қойыңыз деймін. Уа, тіпті де қоймаймын, білдің бе? Япырау, осы сізге түсер олжа бар ма? Тым құрса, жеңге болсаңыз бір сірә еді. Жеңге болсам, жеңгеден артық айызым қансын. Абай күліп жіберді де, бір ерекше ойнақы тентектік тауып, осы бір емес, екі емес, шын қоймайсың ба, деп домбырасын тоқтатып, алдына көздеріне аса бір көлденең салып, Майбасарға қадала қарады. Күлімсіреп қараған үлкен көздері аса бір қызулы жолын көрінгенде еді. Ал қоймадым, деп Майбасар қайтер екен дегендей ежірейе қарады. Абай өзі көрген шөженің қалпына салып, күлімсіреген көзін сығырайтып, басын жоғары көтере беріп, соқтырта жөнелді. Уа, қой десе де бір қоймайсың, аз болды ма, Майеке? Осында көрген қызығың
тертіп жер-ақ жүрсің ғой, қарқаралы халқыңның жал жаясын шұжығын, алған жеген аздаяқ тағы бір тауыспысың. Уа, Алшынбайдың қызы кім? Адақтама сертің бе? Осы өмірдің елінің жүйрігімен жортағын, сонда да бар мед ортағың. Гүж-гүждеп бір қоймайсың, бұқасым едің қашырар сор ауылдың торпағын. Біле білсең осы сый жетер еді қайнаға, орайы болмас қолқаңның. Деп сақылдап күліп абай Майбасарға қарай жантая кетті. Үйдің іші әрі қайран боп, әрі сүйсініп қарқылдап күле жөнелді. Майбасар қысылғаннан жай ғана лекітіп күле беріп, абай бітірген уақытта басын шайқап, дымы құрып, боқтап та жіберді. Қап мына жаманның қылығын-ай, енді қайттым бәтір-ау деді. Абай күліп мысқылдап, бол, ататын болсаң өлеңмен атма еке, әйтпесе тыңдамаймын деп басын шайқады. А бәлем, соңынан қалмайсың, алар сыбағаңды алдың ба? Шоқ енді деп Жақып қып-қызыл боп жексілесі қатқанша күлді. Қап мына Шаншардың жиені, бәлем, ауылға барған соң сыбағаңды берермін шешеңе айтып, деді Майбасар. Төлепберді буырқандар да мына сөздің төркінін ұғып, бәсе, нағыз Тонтайдың жиені ғой, Сайқымазақ Шаншардың шаншықсы ғой мынау деп жатты. Уа, бұл өлеңді бір жерден қойнына салып келді деймін. Өлең айтушы ма еді бұл жаман деп Майбасар әлі қайран боп отыр. Шынында Абайдың өлең айтатынын және жазатынын бұл үлкендердің бұрын соңды көрмеген болатын. Абай өзінің әзілінен мұншалықты әсер болатынын күтпеген еді. Сондықтан өз-өзінен қысыла бастады. Өз өлеңім емес, бағана кешке шөжені көріп, соның өлеңі деді. Абай қылжақтап. Үйдегілер нанар-нанбас боп жапырлап, сұрастыра бастағанда Абай бір қалыпты күлімсіреген жүзбен сыр білдірмей отырып, осында бір Майбасар деген ағам бар. Күнде сөйтіп маза бермейді. Соған жауап үйретші деп ем, сол кісі үйретті деді. Шөженің бағанағы мысқылшыл, ойнақ, ащы күлкісі Абайдың қазір көз алдында. Жаңағыдай Майбасарды жайратып салғанына Абай өзі де ішінен қатты ырза болды. Шөжеге ұқсадым-ау, шындап ұқсай аларым екен деп ішінен қызғана құмартқан жайы бар. Үй шымының шөже деген сөзіне шала нанып, жаңағы оқыс мінезін әлі тамашалап отырғанда сыртқы есік ашылып, жылдам басып Қарабас келді. Дұрду тез басылды. Қарабас үйге басын сұға бере табалдырықтан аттамай даурығып. Болыңдар, намаз бітті. Қонақтар мырзаның пәтеріне беттегелі жатыр. Қаратай мен Ызғұтты жетсін деді. Ал, тезірек дегенде, үйдегі жұрт дүрк тұрып, асығып киіне бастады. Абай не қыларын білмеді. Өйткені Жақып бұған: сен қонақ күтіп табақ тасуға жарамайсың. Ал әкең қасында үлкен кісілермен тағы да отыра алмайсың. Орын тар болар, одан да бүгін осында жатсайшы деген. Абай өзі де осыны тапқан ақыл екен деп еді. Бірақ Майбасар мен Қарабас: әй, ең болмаса қонақтарды көріп сәлем беріп қайт. Мына шаһардың көп қонақты қалай сыйлайтынын көріп қайт дескен еді. Өзге жұрттан кейіндеп қалса да Абай жаңағы сөздерді біраз орынды көріп, ақырын аяңдап әкесінің үйіне келді. Жалғыз келді. Өзге барлық үлкендер киіне сала, асығып, қалбақтап, жылдам басып кеткен екен. Ұзақ намаздың артынан түнгі асқа қарай шабыттанып қозғалған жұрт Абай келгенше тегіс орналасып қалған сияқты. Қора ішінде күтушілер, аспазшылар болмаса, өзге жүргінші жоқ. Бірақ қақпаның іші сырты толған ерттеулі ат екен.
Түнгі аязбен үстері қылауланып, шаңытып тұр. Әдемі шана, қамыт саймандар сықырлай түсіп, жегулі дара аттар, парпар аттар да көрінеді. Ылғи жақсы жеңіл шаналар. Бұл қала байларының аттары болу керек. Сең-сең тоңдарына оранып, шана ішінде қалғып отырған бірен-саран көшірлер де байқалады. Үлкен ағаш үйдің қораға шығатын кең есігіне қарсы кішілеу ас үй бар еді. Соның есігі дамыл таппай ашылып, жабылып жатыр екен. Табақ-табақ ыстық асты жаңағы Майбасар пәтеріндегі жігіттер жүгіре басып тасып жүр. Ас үй мен қонақ үйдің арасында Майбасар Жақып та қарбаласады. Үй ішінен қонақ қасынан бұларға да орын тимеген екен. Барлық ас жақты басқарып жүрген ызғытты ол. «Бұлай, бас аяғыңды, әпкел бол шапшаң!» деп Майбасар Жақыптарға шолақ-шолақ бұйрық береді. Жеңіл бешпе киіп, білеген сыбаңқыратып алған ызғытты аңшыдай шапшаң ықшам. Құнанбайдың бүгінгі қонағынан аяған жаны жоқ сияқты. Абай үлкен үйге кіретін есікке тақай бергенде, қарсы алдынан Қазақбай жүгіре шықты. Ас үйге қарай ұшып барады екен. Оған жол беріп, енді кірейін деп еді, арт жағынан «Бұлай тұр!» деген ызғыттың қатты бұйрығы естілді. Екі қолдарына екі үлкен жасау табақтарды алып, Бұрахан, Төбепберді, Жұмағұл Қарабастар келеді екен. Абай тағы тоқтап жол берді. Дәл қасынан бұ аспанға шығып табақ-табақ ет өтіп жатыр. Ылғи бір түрілген қазы, төңкерілген жас құйрық, сары алтындай балқыған жал, желін майлар. Әрбір екі табақтың бірігінде әлгінің үстіне бір-бір қоңыр бас орнапты. Бұларды кіргізіп жіберіп, Абай енді үйге қарай қозғалайын деп еді, үй ішінен тағы бір нәрселермен қарбаласып, Қаратай да шығып келеді екен. Ол Абайды тіпті қағып кете жаздады. «Ой, тұздықтарың қайда?» деп келеді екен. «Бар тұздық, міне келеді» деп ызғытты Қаратайды қайта қайтарды. Абайды бұл екеуінің есік алдындағы қарбаласы тағы кіргізбеді. Бағанадан бері кіріп шыққанға есік ашушы сияқты боп тұрғанына Абай ыза болып, енді ызғыттыны ығыстырыңқырап үйге кірді. Бірақ кіре бере ызғыттының шантағынан қақ қалып еді, бұған сыртқа қарап тұрған ызғытты жаңағы тұздықты бөліп құйып тұр екен. Қозғалып кетіп, тұздығының біразын жерге төгіп алып. Бір уақытта табақшылардың әбігері қайтадан қыза жөнелді. Бос табақтар бөлме-бөлмеден сумаң-сумаң шығып, тағы да ас үйге қарай тарпия қалғып кетіп бара жатыр. Сол бос табақтардың ең соңғылары Құнанбай бөлмесінен шығып бола берген кезде, ас үй жақтан тағы қайқайма табақ қалау қаптады. Оның да беті булана түсіп қызара бөрді. «Мені қайтып жемейсің, мені қайтып тастайсың» деп келе жатқан сияқты. Ауыз үйде ешкім үн шығарып сөйлемейді. Құнанбай жігіттеріне ызғытты үйреткен тәртіп сол болу керек. Үш есіктің тұсында қазірде Жақып, Майбасар, ызғытты үшеуі тұрып ап, табақ жақындай бергенде, қонақ үйдің есігіне қарайды да табақшаларды үндемей нұсқап рет-ретімен кіргізіп жібереді. Палаудан соң үзім суы, одан әрі шәй. Әйтеуір ел жататын уақыттан асып қалың ұйқының бір мөлшеріне барғанша 4 бөлме дамыл алмай, болдым демей жеп, жұтып ішіп жатты. Абай есінеп, түрегеліп, енді Майбасар пәтеріне қайтпақшы еді. Әлі күнге мұнымен бір ауыз тілге келер ағайын жоқ. Күтушілер әлі де сол алғашқы қарбаласта. Тиін ішігінің түймесін салып, енді сыртқы есікке қарай баса бергенде, Абай Құнанбай бөлмесінен шырқай шыққан үн есітті. Табақшының біразы да бұған елең етті. Абай да барып, есікті біраз ашыңқырап қарап, көз салды. Шоқша бурыл сақалы бар, жал тымысық, сұр жүзді бір кісі екен. Домбырасын безілдете ойнақшатып, зор қайырманы басып ап, содан әрі домбыраны көлденең салып қойып, тақпақтай соғып желдер жөнелді. «Бұл кім? Бұл қайсысы? Қай ақын?» дескен үндер өзге бөлмелерден де және табақшылар арасынан да естіліп еді. Құнанбай бөлмесінен ауыз үйге қарай басын шығара беріп, Қаратай, балта ақын деді. Жанынан шығарып сілтеп отырған Алшынбай қасында жүретін балта ақын екен.
ажарың жамандап, асқанды қайдан табарсың? Ақ тоныңды жамандап, атылыс қайдан табарсың? Өз басыңды зор етіп, теңдес қайдан табарсың? Ағайынды жат қылып, жақынды қайдан табарсың? Араз болсаң еліңе, жаманды қайтар хабаршың. Тату болсаң ағайын, сонау қатын балаға сүйінші айтар хабаршың, деп тоқтады. Үй ішінен: пәлі сөзіңе, бәрекелді, әбзел сөз, уа сөз төресі осы да, деп даурығып, мақтау айтып жатқан Алшынбай Қаратай тілмаш үндері келді. Осындай үлкен ауыр жиында мынадай суырып салма сөз және аразды табыстыратын бітім, жамау сөз Абайға бір алуан қызық сияқты көрінді. Ол тағы тыңдай түсейінші деп, ентелеп бағанағы орындығын әкеліп, осы арада отыруға бейімдеп еді. Бірақ ақын жыры қайта шықпады. Үй іші қайтадан томсарыңқы қоңыр әңгімеге кірісті. Абай бөжейдің пішінінің жаңа жақсылап көрді. Ажарыңды ашу жоқ, бірақ соншалықты ашық жарқын, сауық, қызық та жоқ. Салқын, тыныш қана тартымды сабыр бар екен. Құнанбай пішініне Абай көзі түсіп еді. Ол жинақы боп, әр нәрсеге сергек қарап отыр екен. Күлкі сауыққа ол да оншалық бой ұрайын деп отырған жоқ. Бұл үй әңгімесін қоңыр кеңеске айналдырған Алшынбай мен Баймұрын. Еңгезердей үлкен бойлы, сары, Баймұрын бөжейді татуластыра әкелген кісі болатын. Қазір Алшынбай екеуі ғана сөйлейді. Өздері үшін емес, Құнанбай бөжей сияқты екі жақ үшін сөйлейді. Абай Балтаның жыры тоқтап, салқын кеңес басталғанын көрген соң есіктен қайта бұрылды. Осы уақытта Қаратай ауыз үйге шығып, Ызғұтты мен Майбасарды шақырып ап: татулық болды, татуластырды. Алшекең мен Баймұрын екі жақтың да бар сөзіне ие боп өздері сөйлеп, өздері пішіп отыр. Осылай етіңдер деп мырза да бөжей де ерік беріп еді, деді. Ал байлау не болды? Тынымы не болған екен? Деп Майбасар ентелей түсті. Тынымы да өзгешелеу болды білем. Араларың алыс болса, қыз алысып, құда болсыңдар дер едік. Ағайынсыңдар, жақынсыңдар, бірақ сол жақындықтарың қайта жаңғырттыңдар. Екеуің бала алысыңдар. Бөжей Құнанбайдан бала ауысып, бауырына салсын, сөйтіп иістерің араласын десті. Осыған тоқтасты ма? О не қылған бала, өзінен туған бала ма? Деп Майбасар Жақып қайталай сұрасып еді. Тәйірі айттым ғой, өз баласы асырауға алады, деп Қаратай асығып қайта кетті. Абай мұна байлауға қатты аңырып, аң-таң болумен бірге ішінен бір түрлі түршігіп қалды. Қай бала? Кім беріледі? Оспан ба? Смағұл ма? Деп еркек балалар беріледі екен деп ойлады. Жаңағы атаған екі інісінің ешқайсысында ана қойнынан алып өзге жаққа жіберуге қия алатын емес. Ана қойнында уайымсыз, жазықсыз жатқан інілерінің біреуінен өлі айырылғандай көрді.